Қайырлы күн баршаңызға. Осындай дәмді, ерекше болып шығатын түскі ас дайындаймыз. Алдымен картошкамызды қайнатып, ыдысымызға салып аламыз. Үстіне сармайымызды салып, қасықпен езіп алсаңыздар болады. Мен блендермен езіп алдым. Табамызға майымызды салып, оның үстіне окорочкамызды салып, қуырып аламыз. Үстіне тұзымызды, қызыл болгар бұрышын салып аламыз. Одан кейін үстіне помидорымызды, укропымызды салып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Мен осындай формамызға пергаментті үстіне төсеп аламыз. Картошка пюремізді салып аламыз. Үстіне подливкамызды салып, сырымызды теркадан өткізіп, осылай бетіне сүйіп шығамыз. 180 градуста 1-2 минутқа печкеге салып аламыз. Түскі асымыз дайын болды. Балдарға жасап берсеңіздер, өте әдемі, дәмді тағам.